Әлімбек 15 жыл отасқан әйелімен заң жүзінде ажырасып, өзінен 10 жас кіші жас қызға үйленді. Кәдімгідей құда түсіп, қыздың ата-анасының рұқсатын алып, кішігірім тойды үйінде жасады. Әлімбектің бала кезінен досы Еркін екінші рет үйлену тойының басы қасында жүрді. Қыздың ата-анасымен сөйлесу рәсімінде, құдалығында ұзатылған қызды алып шығуға сөзінің икемі бар болғандықтан, Еркінді Әлімбек зор өтінішпен қасынан тастамады. Алайда Еркіннің әйелі Кәмшатқа күйеуінің той қамындағы әрлі-бері жүрдісі мүлде ұнамады. Әлімбектің жас қызға үйленуіне қарадай тырысып, екі сөзінің бірінде Еркінді қағытып сөйлейтінді шығарды. Немене, сен кірген шыққан сайын айнаға қарағыштап, үсті басыңда әйтеуір әтір сүйіп, өзің үйленетін сияқты қуанышты болып жүрсің. Үйдің жұмысын ұмыттың, баланың сабағын қарауға да уақытың болмайды. Мүмкін, сенің де екінші рет жас қызға үйленуге көңілің кетіп жүрген шығар, деді Еркінге бір күні Кәмшат. Әй Кәмке, сенде ақыл бар ма десем, түкте ақылың жоқ екен ғой. Біздің ғой ұл қызымыз бар, ұрпағымыз өсіп келеді. Әлімбекке мұндай бақыт бұйырмаған соң, амалсыздан екеуі ажырасып отырған жоқ па? Сәуле деген қандай әйел әйтпесе, сирек кездеседі мұндай мықты әйел. Қанша сүйсем де, осылай істеуге тиістімін. Екеумізде ортақ бала болмады. Кінә сенде емес, мен жақтан болып отыр. Білдей ер азамат, өзіңді ұрпақсыз қалай қалдырамын? Қысқасы, бақытты ете алмадым. Қазір өкінбегенмен, кейін өкініп қалмас үшін басқа қызға үйленіп бақытты болуым керек. Саған жақсы әйел болатын жақсы қызды өзім тауып та қойдым. Сөз жоқ, Құдай қаласа ұрпақты боласыңдар деп 12-де бір гүлі ашылмаған жамағайын сіңлісі болып келетін Күлшираны өзі таныстырып, оған қызды көндіріп, содан соң заңды ажырасуға сотқа өзі арыз берген жоқ па? Бұған Әлімбекті көндіру де оңай болған жоқ. Сен ғой, маған сөйтпес едің. Сәуленің ер азаматтан жоғары адамгершілігі, Әлімбекті шын сүюі осыдан көрінеді. Қазіргі әйелдер, соның ішінде сенде барсың, күйеуіне әйел алып бермек түгілі, үйттің-бүйттің қарадай қызғанып отырады. Ата-бабаларымыз да небір текті әйелдер болған ғой. Содан келіп, бүгінгідей ұрпақтар жалғасқан. Әлімбекке тілектес болайық қайта. Біз сияқты ұлғыз сүйсін. Оның қасында мен жүрмегенде кім жүреді? Неменесіне тырысасың сен? Болды, қысқарт. Қызғаныштың да орны болады, деді сөзді бір кескеннен. Дүниеде екі қызғаншақ адам болса, оның бірі Кәмшат болатын. Осы Еркін жақсы біледі. Соған қарамастан Еркін әйелін өте жақсы көреді. Ыңғайы келсе, әйелін қызғандыратын жайттардан бойын аулақ ұстайды. Отбасының арыл-жырылы болғанын қаламайтын. Бір демалыс күні Кәмшат жұмысындағы келіншектің туған күні болатынын, ал өзі кештеу келетінін ескертіп, сол шараға кетті. Үйде үлкен ұл 11-ші сынып оқитын Мұрат, 8-ші сынып оқитын қызы Жанатпен қалған. Еркін теледидарға қарай шаршап, диванда басын қойып, енді қисая берген еді, үстел үстіндегі мобильді телефон шылдыр ете қалды. Көтерсе досы Әлімбек. Қайдасыңдар? Үйдесіңдер ме? Біз Күлшира екеуміз демалыс болған соң өзен жағалауына таза ауаға қыдырып шыққанбыз. Сендердің үйлерінің қасынан жүрдік. Еркіндерге барып бір-екі кесе шай ішейік. Олар одан кейін бізбен қыдыруға шықса алып шығайық деп, мен телефон соғып тұрмын ғой. Іші пысыңқырап отырған Еркін қуанып кетті. Келіңдер, дұрыс болды, үйдеміз, дей салды, тәлпіштеп түгел айтпай-ақ қояйын дегенмен. Өзі дереу үстелге дастархан жайып шай әзірлеуге кірісті. Қызы Жанатқа да тапсырма беріп жатты. Ұлын бар, тез қонақ келе жатыр, ана дүкеннен шайға торт алып кел, деп жұмсады. Сөйтсіз, Кәмшатсыз-ақ мұздатқыштан оны-мұны алып, салқындатылған етті турап, үйдегі бармен дастархан үстін 15 минут өтпей жайнатып тастады. Кеш жарық, шақыртусыз қонақ болып келіп қалдық. Айып етпеңдер енді, өзімсініп келдік, деп Әлімбек жаңа келіншегі Күлширамен кіріп келді. Келгендерің дұрыс болды. Жалғыз өзім ішім пысыңқырап отырған едім. Кәмшат бір қызметтесінің туған күніне кетті.
келіп те қалар, деп Еркін әлі үйреніспеген Күлшираға барынша ықылас көрсетіп, қолынан ұстап жоғары шығарды. Дастарқанның бұларды әдейі күткендей әзірлеп тұрғанына Әлімбек те риза болып қалды. О, мына үлкен әзірлі дастарқан ғой, қалай реттеп қойдың бәрін табан астында, деді Ақжарыла күліп. Ұл бар, қыз бар, жұмсайтын, соларды жұмсадым. Ертең сендер де біздей болып, Алла қаласа ұлды қызды болып, рахатын көресіңдер, деді Еркін оларға. Айтқаныңыз келсін, айтқаның келсін, деп Күлшира мен Әлімбек қатарласа тіл қатты. Енді Күлшираны өзіміз арнайы шақырамыз, үйді көрсетеміз деп жүргенде өздерің келіп қалдыңдар. Оқасы жоқ, алда олда бола жатар. Осы кездескенімізге деп бір вискиден екеуміз тартып жібермейміз бе? Күлшираға іштеп айтпаймын, деді Еркін бардың ішінен бір әдемі құтыны алып жатып. Жарайды, сөйтсек сөйтейік, көңілді қайтармаймын, тек бір рет қана болсын, деді екі дос стаканын соғыстырып вискиден алып қойып. Балалар бізбен отырып тамақ ішпей ме? Деп Күлшира осы үйдің балаларына алаңдағандық білдірді. Олардың тамақтары тоқ, өздері қазір әрқайсысы өз бөлмесінде. Үлкендердің сөзін тыңдағанша сонда болар бергендері дұрыс, деді Еркін Күлшираға. Осы кезде есік сыртынан келген Кәмшат дәлізде бөтен аяқ киімдерді көрді де, және үйде адамдар барын біліп, аяғын ептеп шешіп, бұл кімдер болды екен, мен жоқта келген деп, есік сыртынан тыңдай қалды. Дастархан басында Еркін отырған үшеуі әңгімелерін жалғастыра берген. Еркін Күлшираның ұзатылу тойында әне бір сары шашты қыз бар еді ғой, есіңде ме? Екеуін қайта-қайта билеп едіңдер. Аты кім еді? Күлшира айтшы. Меруерт дейсің бе? Иә, Меруерт. Осында жұмысқа ауысыпты. Күлшираның нағашысының қызы екен. Енді сол қызды үйге шақырамыз. Кәмшат екеуің сонда келіңдер. Өзі тұрмысқа шықпаған қыз көрінеді. Осы қаладан енді маған жігіт тауып беріңдер деп әзілдеп қояды маған. Мана сөзді есіктің сыртынан естіген Кәмшат жұлқына есікті ашып, ішке кіріп келді. Мадам Кәмшат, біз келіп қалдық. Күйеусіз кеш мезгілінде қайда жүрсіз қыдырып, деді әзілдей Әлімбек орнынан түре келіп, құшағын жая ұмтылып. Қазір өзің сияқты еркектер жас қызға көз сала бастаған жоқ па? Біз сарғарын бәйбішелер, содан кейін бөлекше қыдырамыз да. Солай емес пе, Еркін? Неге үндемей қалдың? Деді көзі ежірейген күйі күйеуіне. Так, тұра тұр. Кәмке, үйге бұрын есікті аттамаған қонақ келіп отыр. Байқап сөйлеу керек. Давай, тез киіміңді ауыстыр да, мына шайыңа ие бол. Мен сенің орныңды жоқтатпай, балаларды жұмсап, мына дастарханды жайып қойдым. Тезірек кел. Қалған сөзді екеуміз сосын оңаша қалғанда жалғастырамыз, деп Еркін әйелінің нені меңзеп отырғанын алты қырдың астынан біліп, сыпайылыққа шақырды. Осы кезде Күлшира күйеуінің құлағына сыбырлады. Шамасы, кетейік шият қой деген болу керек. Қой ұялма, сендер Кәмшат екеуің әлі-ақ үйренісіп кетесіңдер. Бұл Кәмшатқа бар ғой, жететін әйел жоқ. Еркіннің бағына жаралған әйел. Қонақ күтісі, ас дайындауы, сосын бар ғой, әсіресе кондитерлік шеберлігін айт. Торт дейсің бе, құймақ дейсің бе, құдай-ау істемейтін бәлеш жоқ. Сен осы Кәмшаттан бәрін үйрен. Әй, киім тігетін шеберлігін айтпадың ғой, деді осы кезде Еркін де әйелінің қабағының қыртысы жазылсын деген оймен даусын қаттырақ шығарып. Иә, онысы бар екен-ау, общым бар ғой, біздің Кәмшат 10 саусағынан өнер тамған әйел, деп сөзін жалғастыра берген Әлібекті арт жақтан келген Кәмшат тоқтатты. Қоя ғой шенді, өтірік майын тамызып айта бересіңдер, сөзді мөлдіретіп айтқанда тілдеріңде сүйек жоқ қой Еркін екеуіңнің. Біз расын айтамыз Кәмшат, дегенде Еркін мен Әлібектің даусы қосарлана бірден шығып кетті. Мақтаған сөзді кім жек көрсін? Кәмшат әзірге сыр білдірмеуге тырысып, үйге келген қонақтарға қайдан келе жатқандарын сұрады. Еркіннің өзі жоқта айтқан сөзін тірілтіп, Күлшира екеуін арнайы үйге көруге шақырғалы жүргендерін де айтып өтті. Бұл сөзіне Еркін де қуанып қалды. Жас ерлі-зайыптылар бұдан соң көп отырған жоқ. Қой, жолай өтіп бара жатып кіріп кетеміз деп көп отырып қалдық. Сендердің мазаларыңды алғым келмеді. Кешіріңдер, дем алыңдар енді, деп дастархан басынан тұра бастады. Олар есіктен шығар-шықпаста Кәмшат екі бүйірін таянып Еркінге тап берді. Менің бар ғой, ойлап жүргенім дәп келді. Жолдасың соқыр болса, бір өзіңді қысып жүр деген мақал бар емес пе? Сенің досың жас қызға үйленіп еді, сенің де көңілің бұзылып жүр. Мен жаңа есіктің сыртынан естіп қалдым.
Осы қалаға маған жігіт тауып беріңдер деп келіп жатқан қыз кім? Айтшы, сендер ана жақта тойда әбден билепсіңдер ғой. Сол қыз мен білсем, сен үшін келіп отыр қалаға. Бітті. Мені ақмақ еткің келе ме? Жұрт көзінше көлгірсіп, анаған шебер, мынаған шебер деп өтірік мақтағаның керек емес. 15 жыл бірге тұрдым. Енді сендей құбылмалы адаммен бірге тұра алмаймын. Саған рұқсат. Бар, кімге кеткің келсе, соған кет. Сол танысқан сары шашты қызыңа. Аттың сыры иесіне мәлім деген. Еркін дәл қазір Қамшатқа бір нәрсені түсіндірудің пайдасыз екенін біліп, төсегіне барды да жатып ұйықтап қалды. Ертеңіне жексенбі, ұйқысын қандырып оянса, ас бөлмесінде ұл мен қыз шай ішіп отыр. Мамаларың қайда? Деді еркін балаларына. Қызы қолына бір қағаз ұстатты. Қағазды алып қараса, үлкен әріппен айдақ-сайдақ жазылған Кәмшаттың қолы. Мен Алматыға көктем санаторийіне кеттім. Сенің өзіңді де көргім келмейді. Өтірік сөзіңді де естігім келмейді. Балалар өсті, енді бізді түсінеді. Ана сары шашты қызыңмен емін-еркін бола бер. Сен үшін келген екен осы Қарағандыға. Мені еш нәрсе түсінбейді дейсің бе? Мен бәрін білем. Маған телефон соқпа. Мен бәрібір жауап бермейін. Балаларға өзің ие бол. Пап, не болды сіздерге? Мамам қатты ренжіпті ғой. Сары шашты қызы несі сізге айтқан? Деді қызы бірінші болып еркінге сұрақ қойып. Ей, сенің шешеңде айта береді ғой қызғанып. Жарайды. Мамаң шамалы уақыт санаторийде бойын жазып келсін. Мүмкін шаршаған шығар, деп еркін Кәмшаттың бұл жолғы әрекетінің мүлде сорақы екенін білсе де, балаларының алдында елеусіз нәрсеге айналдырып ештеңе деген жоқ. Алматы қаласының 2-ші вокзалынан пойыздан түскенде такси деп тұрған жерге келіп Кәмшат, көктем санаторийіне қайсың апарасың деп сұрақ қойғаны сол еді. Жан жақтан дауыстар. Мен деп қосарлана шықты. Қасыңызда өзге біреу бар ма? Әлде өзіңіз бе? Деп сұрақ қойды шет жақтан бір жас жігіт. Көрікті екен, үстіне әдемі джинсы шалбар мен костюм киген. Өзіммін. Қанша аласыз? Қазірден ашып айтыңыз, деді Кәмшат. Мен ол жаққа дейін таксидің құнын жақсы білем. Сырттан келген адам деп алдайым деп ойламаңыздар. Ол жерде менің әпкем тұрады. Жиі келемін. Сондықтан артық еш нәрсе маған қазір айтпаңдар. Өзіңіз әдемі келіншек екенсіз. Соншама не болды сізге? Біздің осы тұрған бәріміз сұлу келіншектерді апар деген жеріне тегін апарып тастаймыз. Алаң болмай отырыңыз. Жүгіңізді мен көтерейін, деді жаңағы көрікті жігіт еркінсіп Кәмшатқа. Тегін апармай-ақ қойыңыз, ақыңызды төлеймін. Бірақ артық айтып алдау болмасын, деді Кәмшат. Нықтап айтып қоймаса болмас деген оймен машинаның артқы орындығына жайғасып отырып. Рөлге отырысымен такси айдайтын жігіт алдындағы айнаны Кәмшат еркін көрініп отырсын дегендей бұрыңқырап қойды. Танысып қояйық, менің атым Талғат, осы Алматыда тұрамын, деді. Сіздің есіміңізді білгім келеді, деп. Мен сізге жай бір реттік жолаушымын. Таныстық мүлде керек емес шығар. Қазір санаторийден түсіп қаламын. Болды, не үшін танысамыз? Меніңше оның қажеті жоқ, деді Кәмшат, бірден қолын ұсынған ер адамға елп ете қалмайын деп бетін қайтарып. Қазақта мақал бар ғой, жүздің түсін білгенше, бірдің есімін біл деген. Онда таныспай-ақ қояйық, қалауыңыз білсін, деді жігіт Кәмшаттың ығына жығылып. Сөйтті де тағы сұрақ қойды. Көп күнге келдіңіз бе? 10 күн, тура 10 күн боламын. Осы 10 күн ішінде сіз Алматының еш жеріне бармайсыз ба? Оны әлі шешкен жоқпын, дем аламын, содан соң ойластырамын. Кәмшаттың аузынан шыққан әрбір сөзді дік-дік етіп, әлде кіммен ұрысып тұрған сыңайына шықты. Оны өзі аңғарған жоқ. Сіз меніңше үйден біреуге немесе бір нәрсеге ашуланып шыққан сияқтысыз. Егер дәл таппасам кешіріңіз. Иә, оны қайдан білдің? Дәл солай. Күйеуіңізге ашуланып шықтыңыз ба? Немене, сіз мені зерттеп отырсыз ба? Осы әйел көрсе, өз қалпынан өзгеріп, не болса соған жабысып тұратын еркектерді қаламаймын. Біздің жаратылысымыз сондай ғой. Әдемілерге қызғамыз, сосын жабысқымыз келіп тұрады, деп күлді жігіт айнадан Кәмшатқа қарап. Сонымен сіз күйеуіңізге ашуланып шығып, бүкіл ер адамға ашу шақырып отырған жоқсыз ба? Кәмшат үндеген жоқ, естімегендей отыра берді. Сіздей әдемі келіншекті неге ашуландырды екен, Әй, елді дұрыс бағаламаған адамды жаным жек көреді.
Сіз де менің күйеуім секілді бір кездескен жанға мақтауды аямайды екенсіз. Мені қайдан білесіз, қандай адам екенімді? Мүмкін жаман әйел шығармын. Олай деп айтпаңыз. Сіз нағыз тамаша әйелсіз. Сыртқы сұлулығыңыз өз алдына, сіздің ішкі жан сұлулығыңызды мен бірден сездім. Жігіт айнадан Кәмшатқа қарады. Осыдан кейін диалог тоқтады. Екі жақта үнсіз қалды. Мына жігіт жаман емес секілді, деп ойлады Кәмшат. Мына әйел жақсы әйел сияқты, деді жігіт ішінен. Бірақ менен сәл үлкендеу болар. Жасында тұрған не бар? Курортқа күйеуіне ашуланып кетіп қалса, ақшасы көп, жағдайы жақсы біреудің ерке әйелі болғаны ғой. Міне, сіз айтқан жерге келіп те қалдық. Егер қалада жұмысыңыз болып, такси шақыратын болсаңыз, мені шақырыңыз. Апарып салып тастаймын. Мына менің телефоным, деп жігіт өзінің телефон номері жазылған қағазды ұсынды. Мен сізге қанша төлейін қызметіңізге, деді Кәмшат сөмкесін ашып, әмияннан ақша шығара. Еш нәрсе төлемейсіз. Сіз менімен танысқыңыз келмеді ғой. Мен сол үшін сізге риза болдым. Жақсы әйел екендігіңізді көрсеттіңіз. Менің сізге осы қалаға келгеніңіз үшін ыстық ықылас білдіргенімді есептеңіз, деді Талғат. Ой, жоқ болмайды. Мен сізге тегін әкел деп айтпадым. Алыңыз. Жарайды, алмасаңыз мұнда қалдырам, деп Кәмшат орындыққа ақша қалдырды да. Менің атым Кәмшат болады, деп қолын жігітке созды. Міне енді дұрыс болды. Мен қажет болсам маған телефон соғыңыз. Егер мен сізге телефон соқсам, қалай болады? Маған қатты ұнап қалдыңыз. Мүмкін сіз осында болған күндері асықпай, кеңірек сөйлесіп, сырласып дегендей, бірге шай ішуге шақырсам, қалай қарайсыз? Кәмшат бірден жауап беруге ыңғайсызданды. Бірақ та еркін басқа қызбен бірге болғанда, мен неге бола алмаймын? Ол жас қызбен болса, мен де жас жігітпен болайын. Мына жігіттің өзі маған қол созып тұр, деп ой басына келе қалды. Жарайды, мен бұған кейін жауап берермін. Алдымен орналасып алайын. Сізге көп рахмет, деп қоштасты Кәмшат. Кәмшат санаторийге келген соң, өз сөзіне өзі тұрып, еркіннің соққан телефонына жауап берген жоқ. Ұлы мен қызына да анасы болып, мен кеткен соң жағдайларын қалай деп бірден хабар білмеді. Ал еркін болса, үй жағдайы мен жұмыс жағдайы арасында жүріп, алғаш рет телефонына жауап бермеген соң, көп күн емес қой, ашу басылған соң, үйге қайтар деп қайра телефон соқпады. Кәмшат неге екені белгісіз, санаторийдің сан алуан емін алуға құлық болмады. Ертемен тұрып асханаға да барған жоқ. Ұйқысы қанғанша ұйықтап, сол жерде косметологтардың қызметін алып, бет-жүзін әрленді. Қасы көзін бояды, кірпігін ұзартты. Кәмшаттың бұрында әдемі өңі одан сайын жасарып көрінді. Бөлмеге келіп үйден алып шыққан көйлектерінің бірін киіп көріп тұрған. Дәл сол сәтте өзімін да таксимін деп әкелген Талғат звондады. Мен сізге келіп тұрмын. Егер уақытыңыз болса, қалаға шығуға қалайсыз? Сіздің баратын жеріңіз болса апарайын. Егер ондай жоспарыңыз болмаса, мен сізді өткенде берген уәдем бойынша бір жерге оңаша шай ішуге шақырайын, деді. Кәмшат қуанып кетті. Ой, сіз жұмыс істемейсіз бе? Уақытыңызды бекер бөлдіңіз, дей бергенде ар жақтан жігіт сөзін бөлді. Сіз осында Алматыда жүргенде, менің басты жұмысым сізге қызмет ету. Басқа жұмыстар күте тұрады, деді. Шын ба? Деп наздана тіл қатты Кәмшат. Шын, әрине, шын. Оны дәлелдей аламын. Тек өзіңіз бірге шығыңызшы бүгін менімен. Онда күтіңіз. 10-15 минуттан соң шығамын, деді Кәмшат. Үстіндегі көйлектен басқа тағы бір көйлекті киіп көрді. Ол да әдемі көрсетті. Осы көйлекпен шығайын деп шешпестен үстіне қарады. Аяғына біз өкше туфли киді. Қолына жеңіл ақ сөмке ұстады. Жұмысының үстінде үнемі ақ халат киіп жүретіндіктен бұрынғы келбетінен бүгінгі түрі басқа көйлек киген соң ба, өзіне өзі басқаша, тартымды әрі жас көрінді. Сөйтіп түзу балтырлы аяғын тықылдата басып, санаторийдің алдына шықты. Қолына бір букет қызыл гүл ұстаған Талғат Кәмшатты алдынан қарсы алды. Үстіне ол да басқаша киім киіпті. Жарасы тұр өзіне, айтары жоқ, өте сымбатты жігіт. Міне, мына гүл сізге, деді Талғат Кәмшатқа. Кәмшат риза болып қалды. Сізді нағыз қор қызы дерсіз, бүгін тіпті сұлусыз, деп Талғат өзінің шын сүйіспеншілігін білдіріп те қойды. Ал кеттік пе? Қайда барамыз? Сіздің жоспарыңыз бойынша ма?
әлде менің жоспарым бойынша ма? Деді машинаға отыра бергенде Талғат Кәмшатқа қарап. Сіз гүл әкелгенсіз, бүгін сіздің жоспарыңыз бойынша болсын, деді Кәмшат. Міне, дұрыс болды. Бүгін ауа райы да жақсы болып тұр. Бірақ түстен кейін жаңбыр жауады деп хабарлағаны бар. Бізде Алматыда жақсы адамдар келгенде күнде осылай күн ашылып тұрады. Қазір көрдіңіз ғой, жарқыраған күн көзін. Сізге Көктөбе жаққа жаңадан ашылған бір кафені көрсетемін. Таяуда ғана іске қосылды. Сіз екеуміз бірінші соған барып шәй пәй ішеміз. Алматының ең жоғары жағынан таза ауа жұтып, төменге қараймыз, қыдырамыз, әңгімелесеміз, машинаны бір жерге қоямыз. Маған сіз бүгін ерекше бақытты сыйлап отырғаныңызды білмейсіз ғой. Мен қазір өте бақытты жан болып келе жатырмын. Алатаудың төбесіне төбем жетіп қалғандай ма, солай сезінемін өзімді, деді Талғат толғаныспен. Шыным екен, жоқ әлде өтірігім екен. Осы Алматыны менен басқа әйел құрып қалғандай, мен төңгіріктеген несі? Сенейін бе, сенбейін бе? Өзі болса көрікті жігіт, үйленген шығар, әлде ажырасқан біреу ме? Менен жасы кішілеуме қалай, неғып мені көріп жабыса қалды? Басқа сыры бар ма? Деп ойлап үлгерген жоқ. Талғат артына жартылай бұрылып тағы да тіл қатты. Кәмшат, мына нәрсеге келсек екеуміз. Сіз менен сұрамаңыз, отбасым бар ма, жоқ па?